Енді косой бейкамен мына манжет жеңге салғанда бізге өңдеудің тағы бір түрі керек. Ол қиғаш, я болмаса косой бейкамен өңдеудің бір түрі. Мына қараңыз. Мына матаның шетінен 7-8 сантиметрдей, мына ұзындығы 7 сантиметр немесе 8 сантиметрдей тастадым. Егерде бұл менің 10 қолым болса, мына мысалға мынау менің 10 қолым болса, екі қол екі түрлі айнадай, мына қолымыз. Сол сияқты осыған да мән беріп отырамыз. Мына шетінен мен бір 6-7-8 сантиметр тастап, мынандай орын дайындап қоямын. Не үшін керек ол маған? Мына менің косой жаңа қиғаш бейкамды осыған тігіп шығу керекпін. Ол мысалға сіз жеңге манжет отырғызасыз болашақта. Манжетті отырғызу үшін мына қолдың айналасына, мысалға мына жерге манжет бізге түседі. Мына жерде бізде сол қиынды болайын деп тұр. Сол қиындыны өңдеу керекпіз. Мен бұны қиып жіберейін. Мына қиылды. Мен сізге дұрыстап көрсетейін. Қараңыз. Бұл болашақ жеңнің аузы. Қиынды. Егерде мен осы ұзындықты қараңыз. Осылай ашып, мына. Ұзыннан осылай қойсам, маған тігу де ыңғайлы болады. Бірақ сіздің болашақ маталарыңыз жібек болуы мүмкін. Ол сізді тыңдамауы мүмкін. Сондықтан да осындай матаға үйреніңіздер баста. Бұның технологиясын білу үшін. Қараңыз. Косой бейка осы матаның өзінен жасаған дұрыс, әдемі болып тұрады. Бір түстес болып тұрады. Мінекей. Машинаның тігісі түсейін деп тұр. Осы бейканың мына өтектелген орындарымен. Ал мына жағынан қарасақ, қараңыз. Бізде мына тіккен кезде инеміз осы жерге келіп тұра қалса. Сондықтан да қараңызшы. Бұлай қарағанда, мынау үшбұрыштау болып тұр. Егерде булавкамен көрсетсем, машинаның инесі осы жерге тұрса, тігіліп. Мына жағынан қараңыз. 1 сантиметр қалдырдым. Мына өтектелген орынмен жүремін. Көрсетейін қазір жақындатып. Астына қарап отырамын. Мына өтектің бойымен жүремін машинамен. Қараңыз. Мына жерге келгенде тоқтаймын. Мына. Жақындатып көрсетейін. Мына мен осы жерге келіп тоқтау керекпін. Сонда машинаның тігісі менде бұлай түсейін деп тұр ғой. Қараңыз. Ол осы жерге келе қояды. Сол кезде ине менде осылай тұрады. Мына лапка дейді. Лапканы көтеремін.
көтеремін де әрі қарай тігісім менде осылай болайын деп тұр. Енді тігіп көрейік ал. Косой бейканы қалай жасау керек? Менде сабақ бар. Осының алдындағы видеоны қарап жүруге болады. Ал қараңыз ал. Қарап отырмын. Міне. Енді бұрамын. Қараңыз. Қолмен көктеп алуға болады ине жіппен. Енді тоқтаймын. Мына карандашпен сызылған орын бойынан өзінен өзі тігіледі. Бұны сіз бірнеше рет қайталап тігіп үйреніп көріңіз. Міне. Тігіле қойды. Осындай тігіс енді мына жағын аударғанда қараңыз қалай шықты. Енді егерде мына жер сөгіліп кетеді десеңіз, тағы да бір рет тігіп жүруге болады. Енді мен не істеймін? Мына менде дайын тұр. Булавка қыстырып алуға болады. Егерде сіз енді тігуді үйреніп келе жатсаңыз, мына инелер сізге өте жақсы көмекші. Мынау жерге де булавка. Мына косой бейканы сіз жұқа да тігіп үйренуге болады. Мына. Сыртынан тіккенде де бірінші мына ортаға дейін жүріп аламын. Міне. Ортаға келгеннен кейін бұрыламын. Мына менің бұрышым. Бұрышты машинаның астына қарамаңыз, жібім бір жері тартып тұр.
мына бұрышты қайтарып тігіп жібереміз. Мінекей. Болашақ манжет бізде келесі видеоларда. Осыған қалай біз манжетті отырғызамыз. Қараңыз, қандай әдемі болып шыға келді. Жеңді тігу үшін жеңнің екі жағын қосып қоямыз. Оверлоктаймыз. Қазір біз оверлок салмаймыз. Мінекей. Мысалға, мынау менің жеңім болса, мына жерде Құдай қаласа манжет болады. Мұны біздің қиғаш бейкі. Келесі сабақта біз өтеміз манжет сабақтарын. Манжетті қалай отырғызу керектігін. Ал басқа видеоны төменіне қараңыз. Жеңді планкамен қалай өңдеуге болады. Сондай сабақ бар. Үйреніңіздер, сұрақтар болса жазыңыздар. Каналға жазылыңыздар, лайк қоюды аямаңыздар. Мен сіздер үшін видеолар түсіремін.